Армысыздар, Қазахмет көрермендері. Бүгінгі біздің пайдалы кеңес айдаршамыздың тақырыбы бөдене жұмыртқасы туралы болмақ. Сіздермен бірге мен Қасен Айдана. Бөдене жұмыртқасын ең алғаш осы Жапон мен Қытай мемлекеттерінде пайдаланған гипоаллергенді және диетикалық өнім болып табылады. Оның жұмыртқасының құрамында көптеген ағзаға қажетті калий, кальций, фосфор, амин қышқылдары, сонымен қатар көптеген В1, В12 витаминдерге бай болып табылады. Қазіргі таңның өзінде де Жапон мемлекеттерінде осы халық медицинасында бөдене жұмыртқасын тұрақты түрде пайдаланады. Жүкті әйелдер мен балалар күнделікті 2-3 жұмыртқаны шекедей тұтынатын болса, шаштары, тырнақтары, яғни ағзаның кальциймен байығуы жақсарады. Ал ер адамдар күнделікті 4 жұмыртқаны таңертеңгілік уақытта шекедей жұтатын болса, бедеуліктен және де басқа аурулардан сақтануға үлкен үлес қосады. Сонымен қатар биоөндірісте осы бөдене жұмыртқасынан көптеген адам ағзасына, яғни бет терісіне арналған кремдер жасалынады. Осындай жұдырықтай ғана құстың еті мен бөдененің жұмыртқасы пайдалы екенін кім білген? Оның құрамында микроэлементтерге және амин қышқылдарға бай болып табылады. Бұның бір жұмыртқасы осы тауықтың 5 жұмыртқасы жағынан калориясы жағынан өте мықты және де адам ағзасына, денсаулығына өте пайдалы болып табылады. Тұрақты түрде пайдаланған бөдене жұмыртқасын адамның дені сау және көңіл күйі мықты болып, басқа ауруларға төтеп бере алады.